Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Қысқа сақтауға арналған лечо салатын жасайтын боламыз. Помидорларымызды жақсылап жуып, қосатын заттарымыздың барлығын дайындап алатын боламыз. Мінекей помидорды осылай майдалап турап, блендермен жартысын өткізіп алдым. Жартысын мясорубкамен өткізіп алдым. Мінекей осылай езіліп дайындалған помидорларымызды ыдыстарымызға құйып қоямыз. Қызып тұрған қазанға 1 литр сұйық май құйып, 4 пиязымызды турап қуырып аламыз қызарғанша. Мінекей пиязымыз қызарып, жақсылап қуырылды. Оның үстінен 2,5 килограмм сәбізімізді, теркадан өткізілген сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізді 5-7 минут аралығында қуырып алатын боламыз. Сәбізіміз өлгенше қуырып аламыз. Мінекей бұл жерде сәбізіміз қуырылып жатыр. Сәбіз өте дәмді, өте ерекше үйлесім табады біздің қызанақтармен. Мінекей осылай сәбізіміз өлгенше қуырып, оған дейін аскөктерімізді, ащы бұрыштарымызды жуып, тазалап, турап дайындап қоямыз. Мінекей езілген помидорды қуырылған сәбіздің үстінен құйып, тағы да 20 минуттай қайнататын боламыз. Мінекей осы жерде 20 минут қайнатып болғаннан кейін, міне жақсы отта қайнап жатыр. Бетінің көбігі өзі шығып, өзі тарқап кетеді. Мінекей 20 минут қайнап болғаннан кейін, оның үстінен болгар бұрыштарын салатын боламыз. Болгар бұрышын 4-ке бөліп, ұзынша етіп турадық. Мінекей болгар бұрышы тағы да 20-25 минут қайнайды. Сол кезде аскөктерді, туралған аскөктерді, укроп, петрушка барлығын салатын боламыз. Мінекей 1 кесе чеснокты, мясорубкадан өткізілген чеснокты қостым, және 1 пиала шекер қосып жібердім. Шекер помидордың қышқылдығын басады. Мінекей укроп, кинза, тұзды дәміне қарай саласыздар. Міне сухой кинзаны салдым. Сухой кинзадан 2,5 қасық жеткілікті болады. Мінекей дәмдеуіштеріміздің барлығын салып, біздің салатымызды лавр жапырағынан 3-4 салып жібердім. Жақсылап, енді араластырып, тағы да 10 минут қайнататын боламыз. Мінекей біздің салатымыздың дайын болуына 10-15 минут қана қалды. Міне ащы бұрыштарды өзіңіздің қалауыңызша қосасыздар. Турамай, бүтіндей қоссаңыздар да болады. Мінекей жақсылап араластырып, тағы да 10-15 минут қайнатып алатын боламыз. Міне біздің болгар бұрышымыз бұл жерде пісу керек жақсылап. Мінекей лечо салатымыз біздің дайын болды. Енді дайын банкаға құйып алсақ болады. Мінекей алдын ала стерилдеп дайындалған банкаларымызға салатымызды құятын боламыз. Бұл салат өте дәмді, ерекше. Басқа салаттардан өте ерекше дәмді болады. Қыста жегенге өте әдемі салаттардың түрі. Жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы жолмен жасасаңыздар, ерекше әдемі болып шығады. Атылып кетеді деп қорықпаңыздар, себебі өзінің бабымен, өзінің уақытымен өте жақсы қайнайды. Ұзағымен 1 сағат 10 минут ұзағымен қайнау уақыты. Мінекей достар, лечо салатымыз дайын. Қысқа қорықпай сақтай бересіздер. Бұл салаттың түсі де өте тәбетті ашады. Қып-қызыл болып өте әдемі болып шықты түсі де. Мінекей салатымыз дайын достар. Каналыма тіркеліп, лайк басып,
комментарий қалдырып каналымды қолдап өтсеңіздер қуаныштымын.